Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі наурыз көженің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен бізге керегі жылқының сүрленген еті. Менде осындай қазы және де жылқының жұмсақ еті. Мен етті суға салып пісіріп жатырмын. Енді осылай бетіне шыққан көбіктерін алып отырамыз. Енді көжемізге керекті заттар: бірінші осындай танның орнына қатық қолдануға болады, немесе құртты қолданамыз. Одан кейін айран, және де ноқат, арпа, бидай, тары керек болады. Келесі көжеге қосатын тары, бидай, арпа және де ноқаттың үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, оның бетін жауып, 2,5 сағатқа қойып қоямыз. Олар бұғып, жақсы жұп-жұмсақ болып көтерілу керек. Міне достар, етіміз пісті. Енді бұл етті біз ұсақтап тураймыз. Көженің басқа құрамы піскенше етімізді қойып қоямыз. Енді қайнап тұрған сорпамызға ең бірінші осылай бидайымызды саламыз. Бидайымыз түбіне жабыс қалмау үшін осылай араластырып отырамыз. Келесі ноқатты бөлек ыдысқа пісіріп аламыз, өйткені ноқат сырты қабыршықтанып қалады. Келесі бидайды сорпаға салған соң 10 минуттан кейін арпамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі арпа бидайымыз піскен соң тарымызды салып пісіріп аламыз. Тары бізде ең соңында салынады, өйткені ол тез піседі. Тарының осылай қуырылған түрін алыңыздар. Енді жеке пісіріп алған ноқатымызды жаңағы сорпамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, көжеміз дайын. Жаңағы туралған етімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз да, енді көжемізді суытып қоямыз. Енді суыған көжемізге жарты литр айранымызды және жарты литр таңды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, көжеміз дайын. Сіздерге құрамы ұнайды деп ойлаймын.
Мен бұл көжені сіздерге пісіруге кеңес беремін, және де комментарийға маған бөлісе кетіңіздер. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.